Сіздердің орталарыңызға Атыраудан келіп тұрмын. Мен қараулы клубта 18 жылдан бері жүрген тұрақты тұтынушымын, осознанный. Айтайын деп тұрғаным, біздер көбіміз денсаулыққа келдік та, сол кезде мен де денсаулыққа келдім. Жалпы мамандығым химик, лабораторияда жұмыс жасайтын едім. Содан менің бауырым дұрыс болмай, бауырымда ақау бола бастады. Мен оны қайдан білдім? Менің бетімнің цветі өзгерді. Жердің цветіндей болды, сосын мына екі жағымда жара болатын болды. Ол ағып тұратын болды, не істесем де кетпейтін болды. Содан кейін ногтевые пластинки кәдімгі как материал, тонкий и былай бүлкілдеп тұратын болды да, қатты емес. Сөйтіп жүргенде, бірақ менің мына оң қолтығымның астында мына жұмыртқаның көлемінде үлкен ісік болды. Мен қараулы клубқа келгенде мынандай готовый программалар болған жоқ, бірақ осы жерде Сарсайын Алпанова барлығымыздың общий үлкен спонсорымыз маған программалар берді. Очистка, каскадный чистка өттім, яғни 4 дүркін қалабада өттім. Арасына 21 күн салып, сол кезде мен 30 килограммға жүдедім. Жұрттың бәрі маған айтты, мен сен аурусың ба, я өлейін жүрсің ба, типа сондай отношение болды. Бірақ сол благодаря именно каскадной очистке мен тірімін. Яғни менің қолтығымның астындағы ісік сол моментте кетті, где-то 2 жылда. Енді мен қазір терең ойлап отырсам, себебі біздер қазір келіп жатыр да, молочный железада изменениемен келіп жатыр ғой. Сонда көбінде мына қолтығының астындағы безбенен қатар қолтығының астын түгел, емшегімен, омырауымен түгел алып тастайды. И ар жағы уже лимфостаз, тағы бірдеме деген сложный ауруларға кетеді. Но мен айтайын тұрған, именно Coral Club'тың осы өнімдері арқылы Аллаға шексіз мадақ, қазір денім сау. И 18 жыл бойы ішіп отырған өнімім қазіргі таңда маған тек қана профилактика. Жасым 60-тан кетті, аяғым ауырмайды, давление білмеймін, жүрек бірдеме, тағы бірдеме, шірдеме, сахар, өт, матка дегендер жоқ, барлығы орындарым өзім орнында. Енді Аллаға шексіз мадақ. Просто дұрыстап қолдана білетін болсаңыздар, уақыт керек әрине, және ақша керек. Ақшаларыңыз болса бәрі болады. Рахмет, тыңдағандарыңызға.